Алтай мен Алатаудың арасында не жетсін қазағымның даласына беу шіркін-ай. Жетісу жаннат жерім атамекен, киелі туған өлкем Қаратауым беу шіркін-ай. Жасасын қазақ елім, киелі туған жерім, айдында шалқар көлім, жайлауы жасыл керім, бұл менің атамекен. Қайырлы күн азат елдің ардақты азаматтары. Ынтымақты ұран, татулықты ту еткен бейбіт халқымыздың тәуелсіздік мерекесі құтты болсын. Рухы биік, намысы берік, тегі текті бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл арманы. Азаттықты аялау, тағдыры ортақ тұтас халқымыздың тыныштығын сақтау біздің басты мұратымыз. Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын. Тәуелсіздігіміздің тұғыры мәңгі биік болғай. Біз Жібек жолы ауылдық округінде орналасқан Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебінің жас ұстаздары ұлық мерекеге орай жолданған видео челленджді Шамалған станциясындағы қазақ орта мектебі жастарынан қабыл алды. Ендіктерді аралап еркінді бір, алаулатты керемет көркіңді нұр. Алақайлап аспанға лақтыры ғане, берекелі басындағы бөркіңді бір. Мен тәуелсіз елдің патриотымын. Талай-талай қас батырлар жанын қиып, қорғап қалған. Талай арулар махаббат құрбаны болған. Талай өзегі өртенген өкінішті жандар мен қуаныштан жүрегі жарыла шаттанған пенделердің куәгері болған. Қасиетті отанымыз Қазақстанның тәуелсіз ұрпағымын. Тәуелсіздігімен мақтанамын. Армандарды жақындатып тым алыс. Біздің жаққа жеткен екен жылағыз. Егеменді ел бақты ертеңі. О қалай, құтты болсын қуаныш. Кең байтақ көз жетпеген жерім менің. Таулы орман жасыл жайлау көлім менің. Бүгінде бар әлемге даңқың жетті. Тәуелсіз Қазақстан елім менің. Егемен еліміздің тәуелсіздігі ата-бабамыздың асқақ арманынан туындаған. Бүгінгі ұрпақ қол жеткізген ұлы жеңіс. Ежелден еркіндік аңсаған азат халқымыздың тәуелсіздігі құтты болсын. Тәуелсіздік ту етер. Тәңір сыйлаған жаныма жақын, құлағыма жұмсақ естілетін. Естігенде жұдырықтай жүрегімді қуаныш тербейтін тәтті ұғым. Елімнің басына қонған бақ құсын бағалаймыз. Тұңғыш президентіміз айтқандай, біз тәуелсіздікке аңсап сағынып жеттік. Енді сол тәуелсіздікті ерекше қадірлеп, қастерлеуіміз керек. Әрбір азамат Қазақстанның туын, елтаңбасын және әнұранын қасиет тұту қажет. Ендеше Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебінің жалынды жастары осы челленджді Алматы облысы, Қарасай ауданы, Жібек жолы ауылдық округінің Жұбаныш Бәрібаев атындағы орта мектепке жолдаймыз.